Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бірге холодец дайындайтын боламыз. Мен де бірінші рет дайындадым, бірақ өте дәмді және әдемі болып шықты. Менімен бірге болыңыздар, кеттік. Ол үшін бізге жылқының аяқ сүйектері, яғни сирақ деп атайды, и жылқының бас сүйегінің жартысы қажет. Кейбір адамдар сиыр етін қолданады, кімде қандай сүйектер бар, соны қолдансаңыздар болады. Және де менде сүйекте өзінің еті жеткілікті болғандықтан ет қоспадым. Егер сіздердің сүйектеріңізде ет болмаса, ет қоссаңыздар болады кішкене. Бірінші су құйып қайнатып төгіп тастаймыз. Одан кейін қайтадан таза су құйып, екінші рет қайнатамыз. Баяу отта 6 сағат қайнайды. Осылай өте жай отта қойып қоясыздар. Және де бетіндегі көпіршіктерін алып тастаймыз. Бірінші суымызды төгіп тастағаннан кейін бізде өте аз мөлшерде көпіріктер шығады. Мінекей бізде 6 сағат қайнады, етін алып тастадық, сүйекті алып тастадық. Сүйектегі еттер бөлініп тұр кәдімгідей, майдалап турап шығамыз осы еттердің барлығын. Одан кейін жаңағы сорпамызға тұз қосамыз. Мен мүлдем тұз қосқан жоқпын. Сорпасы азайғаннан кейін қосам деп қосқан жоқпын. Осылай дәміне қарай тұз саламыз, қара бұрыш саламыз. Және де свежий чеснок қоссаңыздар болады, немесе осындай сушеный чеснок қоссаңыздар болады. Одан кейін 2 лавр жапырағын қосамыз. Ұнамаса қоспай қойыңыздар. Одан кейін сорпамызды екінші ыдысқа осылай сүзгішпен тазалап ауыстырамыз. Мына жерде мен холодецтің майын ұнатпағаннан кейін сорпаның бетіндегі майлардың бәрін алып тастадым. Сосын жаңағы тураған етімді сорпаның үстіне салдым. Және де осыдан кейін мен тағы да 2 сағат қайнаттым барлығын бірге. Себебі менде сіңір аз болғандықтан қатпай қалады деген ой болды. Содан кейін қайнатып, ыдыстарға бөліп құйып шықтым. Егер сіздердің қайнатып жатқан сүйектеріңізде сіңір көп болса, етті салғаннан кейін 2 сағат қайнатуды қажет етпейді. Мінекей менде осындай 3 ыдыста холодец шықты. Одан кейін суғаннан кейін мен бұларды холодильникке қойып қойдым. Немесе өте суық жерге қойып қойсаңыздар болады. Қатып тұрады. Одан кейін ертесіне қатты мен бетіндегі майды тағы да алып тастадым. Себебі маған мүлдем ұнамайды майы. Осылай мендегі рецепт сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте пайдалы әрі дәмді тағам, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.